Ассалаумалейкум. Так, мына видеоның соңына дейін көріңіздер, кішкене ұзағырақ болуы мүмкін, бірақ барынша тиянақты қылып түсіндіруге тырысамын. Менің өзімнің жеке автокөлігім Hyundai Accent 2020 жылғы 22 жылы алған 8 миллион 800-ге. Осыны қазір екі вариантпен сатам деп отырмын. Толық видеоны көріңіздер, кішкене ұзағырақ болуы мүмкін. Так, машина технический моторынан, коробкасынан проблема жоқ. Машинада majda царапиналар болған, содан кейін краскіленген машина полный. Сыртқы видін бір көрсетіп жіберейін. Так, екі вариантпен сатам деп отқаным, бірінші варианты осы обычный өзіміз өткізіп жүрген рассрочка вариантпен. Рассрочка вариантпен машина мен өзім через банкпен алғам. Так, рассрочка вариантпен первоначальный взносын 1,5 миллион сұрап отырмын. Айына 250 мыңнан 3 жылға. Осының барлығын қосып беретін болсаң, 10 миллион 500 мың теңге болады машинаның құны. Мен бұл машинаны 8 миллион 800-ге алғам. Банкпен алғаннан кейін оның бағасы 16 миллион 17 миллион болған. Өздеріңіз де білесіздер. Рассрочкамен мен 10 миллион 500-ге бағалап отырмын. Рингта қазіргі бағасы 7,5 миллион. 2020 жылғы 1.6 автомат коробка. Рестайлинг. Рестайлингпен простойдың разницасы бар. Рестайлинг алды осындай болады мордасы. Сосын ішінде болады разницалары. Көрсетіп рестайлинг. Мульти-руль, подогрев руль. Алдығы екі сиденье подогрев. Артыңғыларда электротерезелері. Машина жалпы жағдай техническісінен проблема жоқ. Моторынан да проблема жоқ. Так, пробеги 169 мың 900 болып тұр. Артыңғы салонда тоже таза, ешқандай жыртық, сынық ештеңе жоқ. Так, айтып отқандағыдай, рассрочка солайынан болады. 1,5 миллион первоначалка, айына 250 мың теңгеден 36 айға. Болмаса, первоначалкаға машина берсеңіздер болады, но оны қараймыз, оценка едеміз. Может, үстіне доплата қосасыздар деген сияқты. 1,5-ға стоящий машина қарап беремін өзім. Так, екінші варианты осы 10 миллион 500-ның машинасын 6 миллион теңгеге бере аламын, наличкеге. Так, оған гарант мен машинаны 6 миллион теңгеге берем, но нюансы осы жылдың соңына дейін уақыт керек ма, учетқа шешіп беру үшін. Машина банкте тұр. Мен оны 6 миллионға сразу айтайын, 7-8 машина аламын да, осыны тура өзімнің істеп атқандағыдай рассрочкамен берем. И соны жылдың соңына дейін құдай қаласа құтылып, бәрін мынаны ай сайын қазір 250 мың кредит емес, ол кезде 700-800 мың төлеп машинаны құтылып учеттан шешіп берем. Оған қол хат болсын, басқалай болсын, любой жағынан жазатын нәрсені жазып бере аламын. Проблема жоқ. Так что екі вариантпен. Біріншісі рассрочка 10 миллион 500-ге, екіншісі 6 миллион теңге наличие. Машинаның бағасы 7,5 миллион средний баға. Бұл жерде сіздер ұтылып тұрған жоқсыздар, просто уақыт керек маған. Егер мен танып біліп жатқан кісілер болатын болса, тоже көрсеңіздер болады. Осы машина дайын тұрған. Қазіргі моментте ешқандай артық жұмысы жоқ машинада, жүріп тұр. Проблема қатты создавать етпейді, кондер бәрі жасап тұр. 6 миллион ақшаларыңыз болса, наличке келсеңіздер болады, болмаса жаңа рассрочка келсеңіздер болады. Первоначальный взносына машина берсеңіздер де болады, бірақ машинаны міндетті түрде қарап аламын. Бүкіл любой машина қабылдаймын деп айта алмаймын. 1,5-ға стоит машина. Болмаса 1 миллиондық машина алып келсеңіздер, үстіне 500 мың теңге доплатасымен келсеңіздер де болады. Так что осындай вариант. Жігіттер, қыздар нақтылап не қылсаңыздар болады. Рахмет, баршаларыңызға сәттілік. Машинаны көрем десеңіздер, машина Чимкент қаласында. Осы жерде 120 техпаспортында без проблем жібере аламын. Өзіміздің дилерскіден шыққан машина. Өзімде 4 жыл болып жүрген. 2022-нің 4 жыл болған жоқ, 2022-нің ноябрьінде алған менше, қателеспесем. Так, осындай вариантпен түсініп көрем. Көріңіздер, хабарласыңыздар, естішім.